Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сәуле Алиева. Бүгін сіздермен өте дәмді жұп-жұмсақ лепешкаларымның рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамына қажетті заттар: сүт, жұмыртқа, ерітілген сары май, тұз, майонез қажет. Ең алдымен біз опорамызды дайындап аламыз. Мен алдын ала дайындаған болатынмын. Опораны дайындау үшін жарты стакан жылы су, 1 қасық ашытқы, 1 қасық қант және 1 қасық ұн қажет. Оның барлығын сумен араластырып, бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Сонда осылай опорамыз көтерілетін болады. Егер сізде ол көтерілмесе, демек сіздің ашытқыңыз дұрыс емес, көптен тұрып қалған болуы мүмкін. Ондай жағдайда ол ашытқыны қолданбағаныңызға кеңес беремін. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы қажет. Сүтімізге опорамызды қосамыз, сары майымызды қосамыз. Одан кейін жұмыртқа, тұз және де ең соңында майонез қосамыз. Сіз майонез қоссаңыз, наныңыз өте жұмсақ, нәзік болады. Міндетті түрде қосуға кеңес беремін. Енді осы құрамына қосылған заттардың барлығын бір қалыпта жақсылап араластырамыз. Қыздар, бұл тестамен сіз тек қана нан емес, бауырсақ, жеті-желпек, пицца, хачапури, булочка, қантын тек кішкене көбірек қоссаңыз, булочкада пісірсеңіз болады. Және круассан пісірсеңіз болады. Мен барлығын осы рецепт арқылы пісіремін. Барлығын араластырып болғаннан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнымызды міндетті түрде ситадан өткіземіз, қыздар. Ұнның арасына ауа кіргені жақсы, сонда қамырыңыз жақсы көтерілетін болады. Ұнды аз-маз мөлшерден қосып араластырып отырамыз. Мен әрі қарай қолыммен елейтін боламын. Маған осылай ыңғайлы, себебі өте жұмсақ қамыр елейміз. Ұнды көп қосып жібермеңіздер, достар. Қамырымыз өте жұмсақ болу қажет. Достар, біздің қамырымыз дайын болды, өте жұмсақ. Енді бетін салфамен жауып, одан кейін орамалмен жауып, жарты сағатқа, 1 сағатқа қоямыз. Көп қоюдың қажеті жоқ. Бір шама уақыт өтті, достар. Менің қамырым көтерілді. 2 есе, 3 есеге осылай көтерілуі қажет. Қыздар, енді осы қамырымызды кішкентай бөлшектерге бөлеміз. Мен кішкентай лепешка жасағым келді. Сол себепті солай бөлдім. Егер сіз үлкен қылып жасағыңыз келсе, онда 2-ге 3-ге бөлсеңіздер болады. Сөйтіп оқтаудың көмегімен жайсаңыздар, сізде үлкен лепешкалар пайда болады. Бірақ мен бүгін кішкентай қылып жасап жатырмын. Қыздар, менде 8 бөлшек шықты. Бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Достар, қамырым тағы да кішкене көтерілді. Енді қолыңызбен осылай видеодағыдай етіп үстін бастырып шығасыз.
шанышқының көмегімен тағы да бір бастырасыз үстін. Достар, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз және де өз қалауыңыз бойынша кунжут шашсаңыздар болады. Мінекей біздің лепешкаларымыз дайын болды. Қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің нанымыз пісті. Өте жұмсақ. Дәмін айтсаңыздар, өте дәмді. Міндетті түрде осы рецептпен пісіріңіздер. Мен сіздерге 100% кепілдік беремін сізге ұнайтынына. Себебі мен 3 жылдан астам уақыт болды осы рецепті ғана пайдаланамын. Міндетті түрде пісіріңіздер. Мана айтып өткенімдей, бұл тестомен сіз әртүрлі заттар жасай аласыз. Дәмін айтсаңызшы. Және де бұл нан тұра береді 2-3 күнге дейін, қатпайды, жұмсақ күйінде тұрады. Достар, сіздермен бірге болған мен Сәуле Алиева. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер. Мен алдағы уақытта сіздермен көптеген керемет рецептермен бөлісетін боламын. Видеоның астына лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.